Жиеннің сыйлығы. Ой салар әңгіме. Іс сапармен Көкшетауға баратын болдым да, индрайверді теріп едім, әп-сәтте бір көлік табыла қалды. Жұмысымда шығармашылық болған соң ба, мінген көліктің де алдыңғы орнына отырып, сөзшең болса шопырмен, болмаса жолаушыларды әңгімеге тартып, жолды қысқарту үйреншікті әдетім. Шопырға алдыңғы орын бос па деп сұрадым. Өзіңе қойып қояйын деді. Телефоннан егде адам дауысы. Астананың кептелісінен тас жолға шықтық. Шопыр 60-та алқымдаған кісі, өте ширақ. Көлігінің салапанынан бүгін шешкен бе дерсің. Жап-жаңа Toyota 50 көлігі. Әңгіме неден бастарымды білмей, көлігіңіз құтты болсын. Жуырда алған боларсыз дедім. Көлігім жаңа, жиенім сыйлады деді. Жиеніңіз мықты екен, мынадай көлікті сыйлап жүрген дедім, түріне барлай қарап. Терең күрсініп алып, я Құдай берген байлығы бар деді бәсең дауыспен. Артта отырған екі қыз бір-біріне қисайып ұйқыға кетті. Әндетіп жатқан Мұзарттың дауысын радиодан ақырындатып, сәл үнсіздіктен кейін әңгімесін бастады. Бір анадан төртеу едік деп бастады әңгімесін. Әкем ерте қайтыс болды. Мен 7-ші сыныпта оқып жүргенде әкем өмірден өтіп, алдымда 3 апам, анам, 5-еуміз қалдық. Анам совхоздың конторында еден жуды. Сөйтіп жүріп 10-ды бітіріп, оқуға түсе алмай, шопырлықты оқып, әскерге кеттім. Әскерде шопыр болып бастық тасыдым. Екінші апам ол да оқуға түсе алмай, ауылда қалып қойды. Сөйтіп жүргенде ауылдың бір жігіті алып қашты. Жездем марқұм жақсы адам болатын, совхоздың бір маманы тын. Екі апам ғана жоғары оқу бітіріп, сол бетпен ауылға оралмай, бірі Алматы, екіншісі Көкшетауға тұрмысқа шықты. Ауылда екеуміз қалып қойдық. Ауылда қалған жанымдағы апа жездемнің тұрмыстары жақсы болды. Мен үйленіп 5 балалы болдым. 90-шы жылдары жұмыс жоқ. Әр істің басын бір шалдық. Апамда 3 қыз, 1 ұлы. Осы маған көлік сыйлайтын жалғыз баласы дүниеге келді. Жездем екеуі бар баласын оқытып, диплом әперді. Жағдайлары бар тұғын. Біз де қатардан қалмай бар баланы аяқтандырдық. Бірақ оңай болған жоқ. Алдымдағы 3 апамның көп көмегі тиді. Әсіресе жанымдағы сол Күмісай апамның жалғыз ұлы пысық болып өсті. Оқуын бітіріп, әкесінің жұмысын дөңгелетіп әкетті. Сөйтіп әл ауқаттары артып келе жатқанда, осыдан 15 жылдай бұрын жездем өмірден өтті. Қыздар жан жақта күйеуде. Апама өте ауыр тиді. Жалғыз ұлы үйленген болатын. Байлық бейнет көрмей өскен баласы, жиен сол кездер тым өр көкірек тәкаппартын. Жастығы да бар. Апама талай жекіп, ауыр сөздер айтып, тіпті бірде боқтағанның үстінен түсіп, қылғындырғаным бар. Мен барсам тыжырынып, адам деп санамайтын. Әл-ауқат төмен апам қолында барында беріп жүргенін көрген жиен, мені барсам бірдеңе дәметіп, алуға барғандай жақтырмаушы еді. Апама тіптен зейнетақысын да ұстатпапты. Оны апам өткен соң әйелім айтып жүр. Бірде әйелімнің айтқаны бар. Күмісай апаң ағайындардың қызығына, шыжығына барғанда дұрыстап жолында жасай алмайды. Апысын ажындар жыбырлап сөз қылып жүр. Жоқ емес қой, өзі қысылып әзер алады бергендерін. Жиеніңе айтсайшы, зейнетақысын өзіне неге бермейді? Сондық жетеді ғой, айтсаңшы дейтін. Тіпті бірде кейін берем деп менен алды. Әлі берген жоқ дегені бар. Сұрама, талай бергеннің бірі дегем. Келінде кесіп алса қан шықпайтынның өзі.
Ақыры сөйтіп жүріп апам өмірден өтті. Апам барда да көп бара бермейтін едім, баруды қойдым. Дұғамды үйден оқып, көп күйзелдім. Баяғы жиен жоқ, бірде кездесем, шөгіп кеткен. Көрген сайын, нағашы үйге жүрші деп бәйек болады. Bir күн телефон соғады, нағашы далаға шықшы деп. Үйге кірсеңші десем, жоқ шығыңызшы, асығыспын дейді. Не болып қалды деп шықсам, жиенім тұр осы көлікпен. Астында есікпен төрдей жап жаңа лангрузері бартын. Тағы тұлпар алғасың ба, құтты болсын деп жатырмын. Нағашы, бұл сізге дейді. Анам өткен соң қатты өкіндім, қадірін білмедім. Батасын алмадым, риза қылмадым. Bir күн базарға ертіп барып, өзіне не ұнағанын әпермедім. Тіпті зейнетақысын өзіне ұстатпаппын ғой, не қылған топас едім. Туыстардың қуанышына шашуды өз айтқандай бергізіп, бір айтқанын ренішсіз орындап, осындай байлығымнан өзі разы болар тірлік жасатпаппын. Анам еңбек етіп ақша таппаған соң, үйде отырған адам барды жұмсап, есіктен біреу келсе жоғары шық деп бәйек болып, кедей-кепшікке жақын тұрушы еді. Анамды барымызды шашатын, елге тарат бергісі келіп тұратын, өзі таппаған соң барды бағаламайтын адам көруші едім. Сөйтсем, садақа беріп, жолымызды ашып, жоққа жәрдем жасап, Құдайдың алғысын алып, табысымыздың берекесін кіргізіп отырған жан анам екен кеш білдім ғой нағашы. Ақмақ басым-ай деп басын соғып, солқылдап жылап тұр. Өмір сүргім келмей өкініп, бір күні мешітке бардым дейді жиенім. Имам әңгімемді естіді де, анаңмен бірге туғандары бар ма деп сұрады. Бар болса ең жақсы көретінін риза қыл. Қайта бақытты екенсің, нағашыларың бар екен. Соларды разы қыл. Тіршілікте ата-ананың батасын алып, разы тірлік еткенге не жетсін. Ата-анаң жоқ болса, олармен бірге туғандардың батасын ал. Егер бірге туғандар жоқ болса, ата-анаңның бірге жүрген жолдастарын разы қылған абзал депті. Байлығың жетсе біреуін разы қылып, қалағанын әпер. Екіншісін анаң үшін қажылыққа жібер. Байлығың жетіп жатса, керегіңе жарағыңға не жетсін, деп ақыл айтыпты. Бағана айттым ғой, балаларым аяқтанды. Өзімдікі деген үйлері болмаса, алды жалдап, арты ипотекаға алып, өз күндерін көріп, өмір сүріп жатыр. Айтпақшы, бір апамды анасы үшін қажылыққа жіберіп алды. Астымда тозығы жеткен көлігім бартын. Мына көлікті бергелі әйелім де қыңқылдап. Сен шікірей босымен жүресің бе? Балалардың біріне сатып, пәтер алуға қоссайшы, деп оған жиенім бергенде мініп жүріңіз деп өтінген. Мен де қанша жүрем, әр баланың ырзығы өзінде ғой деп жүріп жатырмын. Жаңаның аты жаңа ғой, ғажап. Мен сізге бірдеңе айтайын деді, тағы біраз үнсізден соң. Осы көлікті сыйлаған күні апам түсіме кірді. Көңілді, үйінің алдында шуақтап отыр. Маған бірдеңелерді айтып қояды. Оянып алып, әруағың разы болған екен ғой деп дұға оқыдым. Bir күні жиенім келді. Нанбайсың ғой, өмірге жаңа келгендей, өңі нұрланып, еңсесі биіктеген. Ол да, анам түсіме енді, артымнан келіп, иығымнан қағып басымнан ескеді. Нағашы, нанбайсыз ғой, өңімдегідей рас айтам дейді, бұра-бұра жылап тұрып. Мен қосылып жыладым. Әруақ білмейді дейді, неге білмесін деп сөзін аяқтады. Қалаға жетіп қоштасарда мен қимай қоштастым. Ата-анамызды барында бағалайық. Ойым 10 саққа жүгірді. Ата-анамды разы қыламын.
ешқашан ренжітпеймін деймін іштей күбірлеп. Тыңдағандарыңызға рахмет.